табиғаты тәңірдің хадиясындай, терең өзек сұлу сыр кең ұясындай. Аналары тектілік бастауындай, аталары ізгі жол қариясындай. Ұлдары ұлтқа ұстын, ал қыздары инабатты ибалы ар ұясындай. Қонақ келсе көңілі даладайын, халықты табасың ба сәби осындай. Жыл сайын Рамазанда айтыс жасап, жақсылықтың болғансың жариясындай. Өзгелер шенде салмас сәулетіңе, кентіңнің бола алмайды алиясындай. Ассалаумағалейкум туған жерім, татулығы бір үйдің жанұясындай. Кеудесі қар өлеңнің көмбесіндей, жүрегі асыл діннің дариясындай, дариясындай. Тарихыңа үңілсем қашандайғы, тармағынан таппадым осал жайды. Бұл маңнан ұлбекедей ақын шыққан, ғұмыры шоқ жұлдыздан рас аумайды. Асқардай алып тұлған туған жер бұл, шыңынан оның ешкім асалмайды. Қалтайдың қаламының қадірі бар, жазбада ізін ешкім басалмайды. Сәбира Сақынаның сәні болған, олғысап нұрын ешкім шашалмайды. Яхиядай батырың аман болса, елге сырттан шабуыл жасалмайды. Абзалдай еңбегерің тұрған кезде, демеймін елдің жайы нашарлайды. Ақжарма мен Шағандай қос ауылға биыл газ кірсе, елдің баса ұрмайды. Ауылдар астанасы нағиың бар, бұл ауданға қалай сән қосалмайды. Римдегі Колизейден бұрын соққан, айтайын бұл маңдағы асар жайлы. Ол зәулім ғимараттар Еуропадан тарихы терең сырын ашалмайды. Сырдария жайыны бір ауылға бір айлық ас болғаны рас аумайлы. Бұл жердің тоғайының бұтасының түбінде бір асымет жатар жайлы. Осыншама жаныңа жайлы мекен, тұрғыны сылтау айтып қашалмайды. Жері ұйық деп мәңгілік тұрақтар мет, қайтадан келер болса, асанғайға уа, асанғайға уа бе. Қарсыласым ілінбес қармақ қаса, сал сері жігіт екен әйбаттаса. Ассалаумағалейкум дидараға ақынсың, айтысқанда қайраттаса. Бірақта соңғы кезде эстрадаға ауысып әнші опсың сайрап баса. 2 жұлдыз жобасын жеңіп апсың, жаныңа қуандықтай бәйгат қоса. Айтыстан соңғы 4 жыл алшақтармен осылай басқа кәсіп байлатпаса. Байқа бірақ қос кеме басын ұстап суға кетіп қап жүрме сәлмақтаса. Әншілікке жас кезде бармадың ба? 40-қа кеп қалғанда қой аттаса. Қазақ тегін айтпаған сіздейлерге жот болады деп кәрі түйе ойнақтаса бе. Жан десем тек жүретін дұға қыла, эстраданың еніпсіз құрамына. Айтпақшы әншілердің соңдарынан қызғырқын шұбырады гүл ағыла. Майысып суретке де түскіш болады, жаныңыздан кете алмай тұрағына. Жас қыздарды қалайша баурап жүрсіз, махаббаттың кіргізіп тұманына. Оларға біз сияқты жастар емес, сонда шалдар ұнайма біразына. Осы жерде бірдеңе сұрайыншы, шынайы жауап беріңіз сұрағыма. Айналып шықпай қалардай байғұстардың өтірік ілесіз бе құлағына. Жоқ әлде әніңізге елітеме, болмаса сақалыңа. Сынадым ау, сынадым ау.
Архелінен Алланың нұры тамған, әкелді ақ мешітке үміт арман. Ассалаумағалейкум Сырдариям, ұрпағында оясқақ әрі талғам. Түлкібайлар ат ойлап атқа қонса, дұшпанының басынан бұлыт ауған. Өтірік өлең десе зама дейінді, жекпе-жекте бетпе-бет кім ұталған. Жаны жомарт Расул Есеніпті мейіріміне бөлесін ұлық Аллам. Нағи мен Бесарықты өркендеткен ағалардың тұлғасы ірі таудан. Ән салса садуақасып ансамблі, жаңғырып ел жадындау үні қалған. Сейфулин сәкеніме ауыл берген, ерлігіңді ешқашан ұмыт алман. Ендеше бұл балаңа құшағыңдаш, жырым бар жүректер доу жібіт алған. Сарарқамның сәлемін жеткізейін, күрпілдеп сарғымызға күбі толған. Ұлық айдың кеп тұрмын қарсаңында, ұл бейкені жырлауға, ұлы таудан ай-ей-ей-ей. Сіңірген сөздің нәрлі миятын мың, жалғасек жырау ғалым биақынның. Әншілік дегенің ол бір қырым ғой, бойыма бар өнерді жиятынмын. Жастайымнан атамнан жыр үйреніп, түймелеп түйсігіме түйетінмін, құймағып құлағыма құятынмын. Ақын болып айтысып аламанда, қорғағам қарындастың ұятынмын. Ән айтқаным аспаса әншілерден, екі жұлдыз атағын қиятын кім? Жігітке жет өнерде аз емес пе, сондықтан артық сөзді тыя тұрғын. Тал бойымнан табылса айып бекен, өн бойында жоқ өнер киақынның. Марғасқа манаптардың жолын қуған, қысқасы бір өзім бір театрмын. Ай-ей-ей-ей. Жастай құмар болған мен жыр жалынға, әнші болған ақан мен бір жанымда. Эстрадаға кеткендер есуас деп тақылдап талмай отыр тіл жағыңда. Сен айтпақшы 4 жылдай Астанада оқып келдің журналист тіл жағында. Менің шәкірттеріммен бөлмелес боп жатақтың тұрыпсыңдар бір залында. Кумирің Төреғали Төрәлі екен, солардан естіп білдім бұл жағында. Төрештің стилімен шапан тігіп, өзіңде боп жүріпсің ырзамынға. Түнгіште тұрып алып, сол шапанды киіп алып, төрешке ұқсайын ба деп айнаның тұрады екен бұл жанында. Сөйте тұра сөгесің мына мені, бұл сөзің шының бәлде қыл жағың ба? Ал енді төреш құмар айналайын, айтшы өзің таразы кім жағында? Қуандық рақымдармен дос болған соң, бір ән айтып қоямын жыл жарымда. Ең бастысы сен құсап оянбаймын, Төреғали болам деп түн жарымда. Ай-ей-ей-ей. Мұрасын даналардың сақтап жүрген, жырларын бабалардың жаттап жүрген. Сақалыңа сынама сұлулар деп
ағаңды отырсын ғой қақтап жүрмен. Менікі не рабочий сақал емес, сән үшін сылап сипап баптап жүрген. Сүннет үшін қойған соң сақалымның әр талында періште қаптап жүрген. Сондықтан дидарыма қараған қыз жүзін төмен төңкеріп тоқтап жүрген. Сұлуларды сындырмай керісінше сақал қойсам бәледен сақтап жүрген. Ерасыл менен көрі кішілеусің, сонда да өз ауылың үшін ерсің. Неліктен қыздар маған қарамайды деп, несіне көңіл күйді түсірерсің. Саған енді жас қыздар қарамайды ау, мейлі қанша жер тарпып кісінерсің. Суретке бәрі сізбен түседі деп, ағаңа неге сонша ісінерсің. Өмірі қызық болса ағасының, бұл бауырым соңыма түсіп ерсін. Менімен тойға барсаң сұлуларды қаратудың қырсырын түсінерсің. Бірақ бәрі өзіңе байланысты, сондықтан серілігің күшіненсін. Қызға қырың болмаса бұлағаңмен ебін біліп фотоға түсірерсің. Жөнін біліп жол тапсаң жүрегіне келін қылып отауға түсірерсің. Еліктесем не сайып ақ төрешке, ондай ақын жігіттер тапшы емес пе? Шаш қойып сырға тағып 91-ға еліктеп жүргендерден жақсы емес пе? Бұл ағам бойдақсың деп күлген шығар, 10 бәленің 9-ы тілден шығар. Енді саған жас қыздар қарамайды деп қисынсыз әңгім айттың мүлдем шұбар. Олай болса тыңдаға баяндайын, сөзіңнің түп төркіні кімнен шығар? Менің атам 50-ден асқанында 25-тегі қыз алған құндері шығар. Ал әкем орда бұзар 30-ында 20-дағы қыз алған сырлері шығар. Осыдан кейін ағам тиісуінің қисынсыз екендігін білген шығар. Құдай білет менің де келіншегім, Құдай білет менің де келіншегім, мектепте оқушы боп жүрген шығар, жүрген шығар. Бұл дидар қартайдың деп қыр жасайды, өзінше ақыл айтып түр жасайды. Бұл жақтың жігіттері тегін емес, батырлары бір ғасыр жыл жасайды. Яхиядай ақсақал тұрған кезде қалайша оны ел жұрт қылмас әйгі. Қос ғасырдан асса да Ұлбикедей ақынын ел еске алып жырға шайды. Біз жақтың жігіттері 100 жасаса, Ұлбикедей арулар 1000 жасайды ауа, 1000 жасайды ауа. Арналып Ұлбикедей зейіндіге, үлкен айтыс өтуде биыл міне. Сыр топырағынан шыққан ақын қыздың есімін кетті алыс қиыр біле. Заманында заңғар қыз айтысыпты, ауыл елді аралап жиын кіре. Атақты күдерімен сөз қағысып, соңғы өзі қойыпты түйінді де. Мәделі майлы қожа, таспа қожа қарсылас болған екен сыйын біле. Серәлі Жанкент ақын сайысқанда үміттері айналған үйіндіге. Ақыры кемеріне келген сәтте бір қасірет орнайды қиын күнең. Өнердің парқын білмес жары байтан, қызғаныштан мерт қылды күйінді де. Осылайша жарқ етіп бұл жалғаннан өте шықты, қалса да дүйім біле.
Ey Ұлбикенің талантын берсең дағы, тағдырын берме Құдай. Ей кейінгіге уа, ей кейінгіге уа. Ей Дидар аға, ел үшін зор бағаңда, қадірін білсек алтын қолда барда. Үлкен қажы атанған ақынсыз ғой, тек дұғамен жүретін қорған Алла. Ал эстрадный ән айту шариғатта рұқсат па жоқ әлде ол харам ба? Ел сөзден уағыз күтіп жүрген кезде ән айтқан жараса ма? Ей молдалар қауа, ей молдалар қауа. Ей азаматтық танытқан жайыңызда, бар деп сіздің сенейік бойыңызда. Алайда Дидар аға ойланарсыз бір мәселе саламын ойыңызға. Осыдан 1-2 жыл бұрын сырда қуаңшылық тап келді айымызға. Жауын жаумай көк шықпай мал қырылып жұт келді түйеменен қойымызға. Сол кезде оңтүстіктің жігіттері шөп жіберіп көмек бер тайымызға. Алтай деген бір жігіт жаңбыр төгіп су толды қуарған көл сайымызға. Елдің бәрі созғанда көмек қолын сіздің төбе көрінбет бойыңызда. Енді жүріп жеңілдің астыменен ортақ боп келген дейсіз шайымызға. Қиын сәтте де бізбен бірге болсай, жетіп келмей қуаныш. Тойымызға уа, тойымызға уа. Күміс көзге түспесе күдік болады, алтыннан да кемінде сынық қалады. Дегенмен бұл Дидардың туған бауыры ұлан ғасырдай хитмен жігіт болады. Ағайын ол жігітті білесіздер, балқия деп ән салат күліп қарап. Алайда әндерінің мәтінінен аңғарсаң орыс тілі ұлықталады. Ағасы әр айтыста тілдің жайын көтеріп толғағанда тіліп барады. Ал әнесі бұнымен шаруасы жоқ, қазақ тілдің көшіне құрық болады. Отанда отбасынан басталмай ма, сол жерде барлық нәрсе сұрыпталады. Отбасылық тіліңіз шұбарланса, отанның тілі қайдан тұнық болады, тұнық болады. Апырай бұл үнімнің аз бөнері, төкпелеп сахнаңда маздап еді. Нұрмат түзеп дұрыс болды, микрофон аузыңа кіріп кете жаздап еді. Ұлан ғасыр үйіміздің жалпы яңы, еркелеп бізге мұрны таңқияды. Қитетсе інімді айтып шығасыңдар, ағасы бауыр үшін жан қияды. Орысша қосып жатса өлеңіне, әр әншінің бөлек қой ән пияры. Орысшаға абай бол деп айтқанмын, бірден айтсам ауызы аңқияды. Абайдың өлеңінен жаттап өскен, начальник единица партияны. Ол мені басқашалау түсінген ау, әншілердің бір түрлі сәл қиялы. Абай болды дегенің осы екен деп, давай болды деп жазған ғой, балқияны. Ерасыл той үстінде өксікті ғой, демеймін астымызға көпшікті ғой. Неге шөп бермедің деп 3 жыл бұрын, жырыңнан жалындаған от шықты ғой. Қонағын бағалайды деп отырсам, мынауың табалайтын боп шықты ғой.
Ол шөптің шықпағаны 3 жыл бұрын. Биыл шүкір малымыз тоқ шықты ғой. Ерасыл одан бері сен жүрмеген жерлердің біразына шөп шықты ғой. Қайырлы істен жүргем жоқ нақшектеліп, кететінде жанемен қақсоқ беріп, мал қырылып жатқанда елімізге келмедің дейт 5-6 қап шөп беріп. Шақтамда жаңғырылып жатқанда да келмедің деп сендерді нақ сөкпедік. Шын мұсылман бергенін айтпайды ғой, қайтейін бұл бауырым жат сөкпе ғып. Дарияның жағасында жария ғып, мақшар күні сауаптан сауапты тапшы етпелік. Мынанша шөп бердік деп әр балаға отырмайтын шығармыз, отчет беріп. Ағаңмен тең боп отыр терезеңде, бауырым кең боп отыр керегеңде. Шөп бермесең ағатай тойымызға деп жатсың ғой бауырым, келе берме. Әр айтыстың болады ережесі, осыны айтып өту керек елге. Нұрматтан олай болса сұрайыншы, шақырған мына мені сенен елге. Шөп бермеген адамдар келмесін деп жазылған пункт бар мед ережеңде. Ұл биге тумай тұрып ұл күтілген, қыз болса да жасындай түнді тілген. 12-ге толғанша тілі шықпай, көз ашпапты мұнарлы мұңды күннен. 12-ге келгенде өкпесіне Құдайым өлең дейтін нұр бітірген. Айтысқанда алдына қара салмай, қарсыласын түйрепті сүңгі тілмен. Күдері ұлбикенің себебімен айтысқа қайым дейтін үлгі кірген. Ұлбикеге қалайша таң қалмайсың, айтысқа жаныр қосқан тың бітіммен. Тілі шықпай қойса да жарты ғұмыр қазақтың қайымына тіл бітірген. Ерасыл әрнен айтып арандайсың, жас болсаң да біздерге жалаңдайсың. Болдаға ән айтуға болама деп амалымның көбісін арамдайсың. Мен қажыға барсам да мол демеспін, сен қашан оң солыңды бағамдайсың. Молда деп намаздағы жанның бәрін сыртынан айдар тағып амалдайсың. Қазаққа сондай ғажап ән қалдырған Молдабайды қалайша жамандайсың. Өзің құсап ойласа жұрттың бәрі, сенде інім ұзаққа шаба алмайсың. Мысалы сенің атың Ерасыл ғой, еліңден қалай биік баға алмайсың. Ерасыл Қабанбайдың шын есімі, сен бірақ батыр болып саналмайсың. Не 20-ңда әскерге бара алмайсың, не 30-ға кеп қатын ала алмайсың. Қубасат мінбек түгіл аттасыңдай, қубасын әрең сүйреткен адамдайсың. Атына сай әрекет қылмай жүрген, сен өзі қайдан шыққан Қабанбайсың. Дедің бе микрофонға обал едай, бәсе қалай көңілің толар едай.
маған шын жанашыр аға болар болсаң, өзің кеп жөндесең де болар еді-ай. Қашанда жақ емес пе хаққа Құдай, мен сіздермен жүремін мақтанып-ай. Аузыңа микрофон кіріп кетеді деп кетіп жатса, оған бола қалмаспыз тапталып-ай. Ол қайта жақсы емес пе аузымыздан артық сөз шығып кеткеннен сақта Құдай. Дейсің бе қайдан шыққан қабанбайсың, ағажан маған несін алаңдайсың. Бұл заман, бұл ғасырда қылышпен соғыспай-ақ оқу білімнен озып амалдайсың. Армияға бармай-ақ білімділер армияны басқарса мін таға алмайсың. Мені бос жүр демессіз ісің бұл күн, мен қайта көп нәрседен ұтып жүрмін. Әскерге бармасам да осы күнгі саяси қызметіме шүкір қылдым. Облыстың жастарын тәрбиелеп, руханияттың бір шетін бүтін қылдым. Ал енді үйленуге айтар болсақ, өзімде жарымдан сап бітіп жүрмін. Менің жасымды күтпей үйлене бер деген сөзін әкемнің күтіп жүрмін. Қиып түсер қылыш тіл жүзіменен, жарты сағат жырладық тізіп өлең. Дидар аға мен үшін қадірлісіз, құрмет тұтар ініңнің бірі менем. Арқа мен сырдың елін жалғайық біз, араға алтын көпір сызы берен. Жарасым табайық біз кеше өткен, Тайжан мен Шымболаттың ізіменен. Айтыс десе тоқтамай ағылайық, ақынның құрметтеуге бәрі лайық. Ұлбикенің бұл тойы құтты болсын, бізге жеткен сөзіне қанығайық. Дегенмен осы жерден тізгін тартып, уақыттың да заңына бағынайық. Сырдариям осымен қошаман бол, елсің ғой көңілі кең жаны жайық. Дидар аға осымен сен даман бол, ізгі амалдың жанынан табылайық. Қыркүйекте Асқардай ақыныңның 120 жылдық тойын сағынайық. Күзде аудан тағы да айтыс жасап, сіздерменен сол тойда жолығайық. Ерасыл байқай берем қалай бәрін, біраз іске байқадым маңайладың. Микрофоның әлі де жақын отыр, аузыңа кіріп кетпесін абайлағын. Өзің неге түземедің деп қоясың, мен де сенің жайыңды көп ойладым. Рамазанда қарын ашып микрофонды жеп қойғысы кеп отыр деп ойладым. Адалдардың көңілі таза қардан, арамдардың құбылар ажар алуан. Ұлбикенің саңғилы тағдырына талай жанның еріксіз назар ауған. Ошақты тас жүректей рудан шыққан, айнымай өнердейтін таза жолдан. Ұзатылып жатқанда жат қолына, күтерін сездім мекен ажал алдан. Аққан жұлдыз секілді жарқ етті де,
орындалмай қалды көп ғажап арман. Ақырында жазықсыз жапа шекті, байдың тентек ұлынан көз аларған. Құрметке лайық демес айыпты боп, қайран ақын жазықсыз жазаланған. Тас жүректің белінен жаратылып, тас жүректің қолынан қаза болған. Мен ақын Ұлбикеге қайран қалам. Кезі жоқ топқа түссе бәйге алмаған. Өлеңнің ұясы бар деп кеудесінде, мәшһүрдей қалай айтқан қайран баба. Жырларың кіршіксіз ақ таза мақта, қорлаған сен азамат, азамат па? Бәрін айт, бірін айтта лайықсың, айтыстың гүлі деген ғажап атқа. Бәрін айт, бірін айтта лайықсың, айтыстың гүлі деген ғажап атқа. Дүние үшін ұзатылып жатқа қолдан, арулар аз болды ма сотқар алған. Өнерде қалған із бар Ұлбикеден, көңілде қалғансыз бар жоқтағаннан. Түсінбей тас кереңдер жан сырыңды, жоныңа қызғаныштан қамшырылды. Тарихтың ақтаңдағы деп білемін, үзілген жанарыңнан тамшы мұңды. Тарихтың ақтаңдағы деп білемін, үзілген жанарыңнан тамшы мұңды. Ой, бәрекелді. Дидар Қамиев пен Ерасыл Байментайға құрмет, қошемет болсын, қадырлы ағайын. Керемет айтыс жасады. Дидар жаңа өзі айтып жатыр ғой. Мана ақынның ізін жалғаған бір өзі бір театр ақымын деп. Шынында да Дидардың жеті өнері бойында тоғысып тұр. Дидар ән салғанда, Дидар терме орындағанда халықтың ықыласына шет қалған емес. Енді Дидардан біз шөп сұрамайық, Дидардан ән сұрайық, терме сұрайық деп отырмыз. Мына ата-ананың қадірі деген Майлы Қожаның керемет бір термесі бар. Соны әркімнің, әр өнерпаздың орындауында тыңдап жүрміз ғой, бірақ Дидардың орындауындағы осы терме өзінше құлпырат. Ендеше сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен ата-ананың қақысы деген термен орындатайық ағайын. Ал атаның қадірін айтайын, ананың қадірін айтайын, балаға деген ықыласын санаға салып байқайын. Туғаныңда қуанған, дүние малын бұланған, аман болсын балам деп Алладан медет сұранған. Жәрдемің ай жараған, қабағыңа қараған, жолаушы болып ей кеткенде сағынып келген даладан. Мінәсіп атқай міндірген, чарасар киім кийдірген, қарнашар деп кәбәп боп қасыңа тамақ үйдірген. Иығына міндірген
өлтірген жерге қимай қоярға етегіне сейдірген 62 тамырын әуелден Құдай идірген. Мектепке беріп жасыңда танытып құбла білдірген, жыласаң көңілі жүдеген, қуансаң тасы бүдеген. Көркіңе көңілөсіп Алладан өмір тілеген, әкеңдей құблағам қорың табылмас мынау дүниеден. Мейірбаның ей жан әке, әкеңде өлмес болсай шай, қасірет болып көңілге қапада келмес болсай шай. Әкенің қадірін ұл мен қыз тіріде кезде білсей шай. Ай 9 ай 10 күн көтерген, мехнат тартқан төтеннен, еңбегіңде ет өлген. Қадірін оның білмесең, қызметінде жүрмесең, арамыз алым болғаның ұрғаны Құдай жетеңнен. Жақсылық қылған піріңе, жамандық қылсаң тіріде, жазаңды Алла тартқызар, орын жоқ жәннат мекеннен. Ай аузыңа ақ сүт емізген, шайнап тамақ жегізген, осы бір жарық дүнияға себепкер болып келгізген. Құйрық шайнабай май берген, құндақтап жерге жай берген, оның қылған қызметін күнменен жұлдыз ай көрген. Анаңдай ғазиз мейірбан табылар саған қай жерден. Аңылдап даусың шыққанда, шықпаған жырақ қасыңнан күйзеліп жаны ашыған. Ай қараңғыда жыласаң, таныған көрмей даусыңнан мейіріңді суға қандырған. Мейірбан бар ма осыдан? Алла пайғамбардан соң күллі жақын ей досыңнан, қияметке кеткенше өлшеулі өмір өткенше, көбелектей айналып пәруана болған басыңнан. Ай ақ етегін сарылтқан, ерніңе емшек дарытқан, қарныңа қорек барылтқан, беліңнен батып былғансаң жеркенбей жуып арылтқан. Амыздайда бесік таянған, жыласаң шошып оянған, анаңдай қамқор бар мекен жаныңа жақын саяңнан. Оның қызмет ісінен не болар жаным аянған. Аязды күні айналып, бұлытты күні бұрылған, жас нәресте күніңде қайрылып келген қырымнан. Ай ыстық пенен суыққа перзенті үшін ұрынған, дүнияда Құдай жаратқан мейірбан қылып бұрыннан. Тар құрсағын кеңіткен, тас емшегін жібіткен, аңылдап жатып ауырсаң жарым жасың кеміткен. Айналайын ай деген жан жүйеңді еріткен, бұл бүйопа жалғанда анаңда өлмес болсай шай, анасы кетіп қасіретін балада көрмес болсай шай. Ашер жүрек болып артында қалада бермес болсай шай, қапа болып көңілім налада көрмес болсай шай. Әр перзентті Құдайым жетімде қылмас болсай шай. Ананың қадірін ұл мен қыз тіріде кезде білсей шай. Ананың қадірін ұл мен қыз тіріде кезде білсей шай. Ой, бәрекелді. Алла көмейіне бұлбұл ұялатқан, таңдайына бояу жаққан Дидар Қамиев балдарыңызға құрмет қошемет ағайын.